Сәлем достар, бүгін осындай керемет дәмді пирожный дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен кремімізді жасап қоюымыз керек. Крем бізде заварной деп аталады. Кремнің ссылкасын астына қалдырамын, сіздерге оңай болу үшін. Бұл креммен көптеген пирожнылар, пирогтар жасайтын боламыз. Енді бисквиті жасайық. Жұмыртқаға қант қосып 5 минуттай миксерлейміз. Аппақ болып 3-4 есеге көтерілгенше. Онан кейін сүт және сұйық май қосып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды, соданы және какаоны ситудан өткізіп саламыз. Онан кейін лопатамен жақсылап араластырамыз. Араласып болғаннан кейін кішкене миксерлеп жібереміз. Енді тестамызды ыдысымызға бір келкі қылып жайып шығып, онан кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минуттай пісіреміз. Бисквитіміз піскеннен кейін суытамыз 5-10 минуттай. Онан кейін осылай домалатып кесіп шығамыз. Әрі қарай өз қалауларыңызбен әсемдесеңіздер болады. Мен осылай бананды кесіп салып, онан кейін үстінен кремді жақтым. Қалған ұнтақталған бисквиттен осылай стаканға десерт ретінде жасасаңыздар өте керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Сіздерге ұнады деген сенімдемін. Жасап көріңіздер міндетті түрде.